Сауда ботын қосу. Ол үшін мынау жоғарыда, менде жоғары тұр, өйткені мен қосымша аккаунтта тұрмын. Сізде негізгі аккаунтта шамамен ортада тұрады. Осында мынау тағы деген батырманы басамыз. Сол тағыдан кейін ішінде мына сауда жасау бөлімінде трейдинг бот басамыз. Менде мына жерде енді қосылып қойған. Сіз жаңадан бастайтын кезде сізде мына астыңғы жақ болмайды. Үстінде мына спот кредитті басамыз. Мысалы, егер біз биткоинға қосатын болсақ, осы жерден жұптарды таңдау деген жерден қажеті, мысалы, BTC USDT шуын таңдайсыз. Содан кейін мынау бастапқы ашылған кезде мына AI стратегиясы деп тұрады. Біз оны алмаймыз. Оң жақта мынау нұсқаулық бөліміне көшеміз. Осы жерде мына смарт толтыру басу арқылы да толтыруға болады. Ол бірден сізге былай шамамен өзінің талдамасымен толтырып береді. Менің қазіргі уақытта өзім кеңес беретін бағамыз, мынау басталатын баға 65-тен басталсын, $65,000. Және ең жоғарғы бағаны мен 82,000 қоюды кеңес беремін. Торлар санын 20 қоямыз. Бұл қанша, былайша айтқанда, тапсырыстар қойылатын көрсетеді. Содан кейін мына астыңғы жақта мына жерде 184. Енді мына жерде менде әзірше қаражат жоқ. Осылай көрсетеміз да, астында қазір жасау деген батырманы басамыз. Содан кейін ол қосымша тағы да растауды сұрайды. Соны басқаннан кейін сізде гридбот пайда болады. Мына жерде менде 2 гридбот қосылған. Бұл жерде емес, мына оң жағында, жоғары жақта менің ашық гридботтар, міне Solana және LTC токеніне. Осылай сізде құралғаннан кейін осы жерде пайда болады. Мына оң жақта мынаусын басып, ішін ашып көруге болады. Қанша табыс әкелгенін, содан кейін мына ордерлерден көруге болады. Қалай ол ордерлер бөліп тастады. Мына автоматты сауда жасау үшін осыншама ол ордер жаңа қойған. Мына жерде мен 31 ордер қойғанмын. Соны мынаншасын сатып алғандарға сатуға тапсырыс берді, ал басқаларға әлі тұр. Екіншісі LTC, ол жерде де ордерлер. Сонда бұл сауда боты бір рет қосып қоямыз, болды, содан кейін өзі жұмыс істеп тұра береді. Кейбір кездерде әрине мынау шығын болып минусқа кіруі мүмкін. Ол қай жағдайда болады? Ол егер баға тіптен қатты төмендеп кетсе, мына оң жақтағы қызылдар көп болып, жасылдар аз болып қалған кезде, сол кезде бір кездері минусқа түсуі мүмкін. Бірақ кейін баға көтерілген кезде өзінің орнына келеді. Ең дұрысы, бұның жақсы жағы, сізге үнемі биржаға кіріп, қашан алу керек еді, қашан сату керек еді деп талдама жасап, уақытыңызды кетірудің қажеті жоқ. Сол сұрақтарыңыз болса, жеке жазыңыздар.